Елімізде 1 миллионнан астам шағын және орта кәсіпкерлік субъектілер жұмыс істейді. Онда 3 миллионнан астам адам жұмыспен қамтылған екен. Жеке кәсіпкерлікпен айналысатын жандар үшін зейнетақының мөлшері, түрі қандай болмақ? Жарнаны олар үшін кім қалай аудару керек? Бүгін осы сұрақтарға жауап береміз. Эфирде берекет кілті бейнет бағдарламасы және мен оның жүргізушісі Елдар Отарбаев. Жеке кәсіпкерлер де болашақ зейнеткерлер. Сондықтан олар да зейнетақы жинақтайды. Бірақ оның мөлшеріне қорға тұрақты түрде аударылып отыруына түгелдей өздері жауапты. Олар құятын жарнаның түрі айлықтың 1/10 мөлшерін құрайтын міндетті зейнетақы жарналары болып табылады. Жеке кәсіпкерлікпен айналысушы нысандар бүгінгі таңда екі түрлі салық режимі бойынша жұмыс істейді. Біріншісі патент негізіндегі арнаулы режим. Екіншісі оңайлатылған салық декларациясы негізіндегі режим. Қос режим бойынша міндетті зейнетақы жарналарын аудару уақыты заңмен бекітілген. Арнаулы салық режимін патент негізінде қолданатын жеке кәсіпкер міндетті зейнетақы жарналарын патент құнын төлеуге арналған мерзімде аударады. Ал патент құны есеп-қисап табыстағанға дейін төленеді. Бұл жерде есеп-қисап патент құнын есептеу үшін салық есептілігі болып саналады. Ал салық кезеңі бұл бір күнтізбелік жыл. Яғни міндетті зейнетақы жарналары жылына бір рет патент алғанға дейін төленеді. Арнаулы салық режимін оңайтылған салық декларациясы негізінде қолданатын жеке кәсіпкер міндетті зейнетақы жарналарын салық заңнамасында көрсетілген мерзімде төлейді. Мұнда жарты жылдық мерзім салық кезеңі болып табылады. Яғни міндетті зейнетақы жарналары жарты жылда бір рет, есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 25-ші жұлдызынан кешіктірмей төленеді. Сондай-ақ жарнаны ай сайын төлеуге де болады. Бірақ ол есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-нен кешіктірмей төленуі тиіс. Банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда шоттары жоқ жеке кәсіпкерлер ай сайынғы міндетті зейнетақы жарналарын банкке қолма-қол ақшамен енгізуге болады. Ал егер салық есебін 3 айға немесе 6 айға алдын ала өткізсе, жарналарды да осы аралықта алдын ала есептеп құя алады. Жеке кәсіппен айналысатын адам міндетті зейнетақы жарналарын өз пайдасына ай сайынғы мәлімделген кірістің 10% мөлшерінде төлейді. Бірақ ол ең төмен жалақы мөлшерінің 10%-нан кем болмауы тиіс. Ал қызметкері үшін оның салықтық шегерімдегі дейінгі ай сайынғы жалақысының 10% мөлшерінде аударады. Бірақ екі жағдайда аударылатын сома ең төмен жалақының 75 еселенген мөлшерінің 10%-нан аспауы керек. Биыл ең төменгі жалақы мөлшері 24.459 теңгені құрайды. Оның 10%-ы 2445 теңге 90 тиынды құрайды. Ал 75 еселенген мөлшерінің 10%-ы 183.442 теңге 50 тиынды құрайды. Ұсталған міндетті зейнетақы жарналары әуелде азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына аударылады. Өз кезегінде корпорация бұл ақшаны бірыңғай жеке тұлғалар тізіміне сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударады. Өзін-өзі жұмыспен қамтушылар демек өзін-өзі зейнетақымен қамтамасыз етуші де болып табылады. Бір сөзбен айтқанда өзі қожа, өзі би, өзі болашағының іргетасын қалаушы. Кәсіптің түбін нәсіп етуде еңбегінің өнбегі де өзіне байланысты. Әсем Дүрсейітованың киім дүкенін ашып, кәсіпкерлікті дөңгелетіп отырғанына 4 жыл. Салықтардың уақытылы төленуін, зейнетақы жарналарының дер кезінде аударылуын өз қадағалап отырады. Заң талаптарын орындау бизнес жүргізудің басты қағидасы екенін ешқашан естен шығарған емес. Қазіргі уақытта Алматыда 2 дүкенім бар. Ол жерде біз әшекей сатамыз, әшекей бұйымдарын, сосын өзіміздің тіккен киімдерімізді. Осының барлығы дұрыс болсын, документ жағы дұрыс болсын деген оймен салық комитетіне барып тіркелдім. Мен қазір оңайлатылған режимде жұмыс істеймін. Салықты әр жарты жыл сайын өткіземін. Және де өзімнің зейнетақы қорыма да өзім барып ақша аударамын. Бір 6 айда бір рет аударамын. Жеке кәсіпкерлікпен айналысудың басты артықшылықтары да сол. Жалақыңды жасырмай, ашық түрде көрсете отырып, зейнетақы қорына тұрақты түрде өзің жарна аударуыңа мүмкіндік бар. Ал егер ерікті жарналарды аударамын десең, ол да өз құзырыңдағы іс. Енді жеке кәсіпкер ретінде бастапқы уақытта әрине мен азырақ төлеймін өзіме, зейнетақы қорына азырақ аударам ақша. Кейін мүмкіндік болып жатса, көбірек аударам деген ойдамын. Қазір ерікті жарна деген бар ғой. Мүмкін болашақта өзіме барып құятын боламын.
өзімнің көмекшілерім бар жұмыста. Ол адамдарға мен міндетті түрде зейнетақы қорына ақша аударамын. Қарманған қарап қалмайды демекші, жеке кәсіпкерлер зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналарымен қатар ерікті зейнетақы жарналарында аударылады. Жарнаның бұл түрін олар өздері үшін ғана емес, жалдамалы еңбеккерлер үшін де, яғни үшінші тұлғаға да арнап құя алады. Ерікті зейнетақы жарналары салымшының өз бастамасымен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударатын жарнасы болып табылады. Мұны зейнетақы капиталын арттырудың ең тиімді тәсілі десек те болады. Шотта ашып қойып, әр айда әртүрлі соманы құямын десеңіз де өз еркіңіз. Жарнаның мөлшерін төлеу тәртібін қор мен салымшы өзара келісім бойынша анықтап тағайындайды. Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының кеңсесінде жасалады. Бұл ретте салымшы жарналарды өз атына ғана емес, үшінші бір тұлғаның атына да аударуға құқылы. Егер ол бұл жарналарды өз пайдасына аударатын болса, жеке басын куәландыратын құжат тапсырады. Ал үшінші адамның пайдасына шарт жасау үшін үшінші тұлға да жеке басын куәландыратын құжат тапсыруға міндетті. Сондай-ақ, бұл жарналарды үшінші адамның пайдасына заңды тұлға да аудара алады. Бұл үшін бір қатар құжаттар керек. Олардың ішінде жарғы мен лицензияны нотариат куәландырылған көшірмесі, бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетілген мемлекеттік тіркеу куәлігінің нотариат куәландырған көшірмесі керек, бірінші басшының өкілеттілігін растайтын құжат керек, заңды тұлғаның сенімхатының түпнұсқасы керек, шартқа қол қоюға уәкілетті тұлғаның жеке куәлігі, құрылтайшылардың жеке куәліктерінің заңды тұлға куәландырылған көшірмелері және заңды тұлғаның банк деректемелері болу қажет. Ерікті зейнетақы жарналарын өз пайдасына төлейтін салымшы салық шегерімдеріне құқылы. Бұл басқа жарна түрлеріне қарағанда ерікті жарналардың негізгі артықшылығы болып табылады. Төлем көзінен салық салынатын табысты есептеу кезінде шотыңыздан дәлелдеуші құжаттарды ұсынсаңыз, шегерімдерге қол жеткізе аласыз. Ерікті зейнетақы жарналарын өз пайдасына аударатын салымшының салық шегерімдеріне құқығы бар. Бұл үшін ол өзінің жұмыс берушісіне шарттың көшірмесі мен ерікті зейнетақы жарналары төленгенін растайтын құжат тапсыруы қажет. Салық шегерімінің сомасы ерікті зейнетақы жарналарының мөлшеріне тең. Салық шегерімі салымшының ай сайын төлем көзінен салық салынатын табысынан анықтау кезінде төлемдердің кезеңділігіне қарамастан қолданылады. Қазіргі таңда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында 40 мыңға тақау ерікті зейнетақы шоты бар. Олардың аударған жарналары бірінші қарашадағы жағдай бойынша 1 миллиард 744 миллион 533 мың теңгені құрап отыр. Оның 54 миллион 603 мың теңгесі осы жыл басынан бері аударылған ақша. Әзірге ерікті зейнетақы шотын ең көп ашқан өңір тұрғындары павлодарлықтар екен. 9198 салымшының қорда шоты бар. Екінші орынға Ақтөбе азаматтары жайғасқан. 7401 адам өз еріктерімен жарналарын аударуда. Үшінші орынды астаналықтар алады. 5718 тұрғынның қорда шоты толығуда. Ал ерікті жарна аударудан көш соңында тұрған аймақтар Батыс Қазақстан мен Алматы облысы екен. Ерікті зейнетақы жарналары есебінен құралатын зейнетақы жинақтарын біріншіден 50 жасқа толған адамдардың, екіншіден мүгедектігі бар жеке тұлғалардың, үшіншіден Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге тұрақты тұруға кететін немесе кеткен және кету фактісін растайтын құжаттар ұсынған шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың алуға құқығы бар. Зейнетақы қорында ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтары бар адам қайтыс болған жағдайда олардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мұраға қалдырылады. Ерікті зейнетақы жарналары Сингапур, Германия, Латвия сияқты көптеген мемлекеттердің де зейнетақы жүйесінің негізгі бөліктерінің бірі болып табылады. Және тәжірибе көрсетіп отырғандай, мемлекет жұмыс беруші және жұмысшының үшеуі де мүдделі болған жағдайда ғана зейнетақының мөлшері қомақты болады екен. Сондықтан ерікті жарналар аударуды жеке кәсіпкердің де, жеке азаматтың да әдетке айналдыруы өзі үшін тиімді. Жас кезімде бейнет бар, қартайғанда зейнет бар деген аталы сөздің мәні ертеңімізді бүгіннен ойлауға шақыратындай. Уайымсыз қарттықтың қамын сақалға ақ түскенде емес, еңбекке араласа бастаған сәттен жоспарлай бастау қажет. Ұмытпайық, берекет кілті бейнет.